Классный час посвящен 15 ноября, Дню национальной валюты Казахстана. Цель классного часа – углубить и систематизировать знания учащихся о стране и национальной валюте и ее месте в мире, ознакомить с историей и его возникновения, определить роль и значение тенге в экономике страны и в жизни каждого человека, воспитание патриотизма, гражданственности, гордости за экономическую независимость страны. Ұлттық теңге басты құндылығымыз. Қазақстан теңгесі, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы. Тенге – национальная валюта Казахстана, введена в обращение 15 ноября 1993 года. Бүгін теңге күні мереке, қандай дұшпан олай-бұлай дейді екен. Осы теңге арқасында келешек елге келер тойымшылық береке. Ұлттық теңге даму көзі елімнің, қазыналы халық асыл байлығы, құндылығын сақтап мәңгі жерімнің, арта берсін мәртебесі бар жыры.